сазайыңды берем. Қазір сенің сазайыңды берем. Тікелей эфирді өшір. Бірақ алдым мен үшін бірдеңе істейсің. Иә, әжең мектепке қоңырау шалыпты. Басым бәлеге қалды. Бәріне сен кінәлісің. Енді бізді қуантуың керек. Арнама жүктейтіндей қызықты контент керек. Сайық-мазақ биботыңмен бірге ән сал. Берме. Керек болса, қайталап айтайын. Берме. Сізге төспелгіні қайтар алмам. Себеп астына 3 дөңгелекті ойыншық көлік бересіз де, өздеріңіз 2 апта жүріп анықтай алмаған іске 2-ақ күн уақыт бересіз. Сосын түлкінің көмегіне жүгінбей қайтсын. Қайсыңыз қиналғанда қол ұшын бердіңіз? Сіз бе? Сөздің тоқ етері. Сіз оған 48 сағат бердіңіз. Шындап келгенде біздің әлі 1 сағатымыз бар. Солай емес пе? Бізді байғұс аңның тағдыр алаңдатады. Сонымен рұқсат болса, жолымыздан қалдырмаңыз. Шаруа бастан асады. Сау болыңыз. Бұл жер өте әдемі екен. Қалай ойлайсыз? Бар. Жемістер де, көкөністер де жалғастыра берің. Мұның бәрі бар. Оған менің күмәнім бар. Десе де рахмет. Мені осында келгеніңізге рахмет, Мартин. Бәрі жақсы болады. Рас айтам. 8 аптадан соң көріскенше достым. Су қалай екен? Мынау ма? Айтқымақ келіп еді. Бірақ мұндай ақпаратты әдетте құпияда ұстау керек. Түсінетін шығарсың. Біздің қатарға қосылатын шығарсың. Олай болса, қош келдің. Қарақшы, негізі дұрыс айтасың. Қарақшыдан гөрі сені авантюрист дегеніміз дұрыс ау деймін. Қазынаға өзің жол көрсеттің емес пе? Қазына қандай болушы еді? Үлкен, жылтыр және өте қымбат. Бірден солай деп айтпайсың ба? Хелге бұған не дейсің? Соны айтам. Ғалымдарды айтам. Сүттен ақ судан таза көрінгілер келеді ау деймін. Мұражайдағы ұрланған экспонаттарды қайтаратын болса, құр жалаңаш қабырға қалатын еді. Сондықтан бұл археологиялық қоғамға көрсеткен көмегіміз деп түсініңіз. Сәлем. Не үшін? Досың сені аман алып қалды. Біз сені көріп тұрмыз. Досың бізге ұнап қалды. Бұл жер өте қорқынышты. Ол да достарым сияқты мені қорғар еді. Бұл ызақор. Ол мені түнде бауырмен жорғалаушылардан қорғайды. Ал мынау ұзын құлақ. Білесің бе, ол мені масадан қорғайды. Ал мынау қиратқыш. Бұл мені орындалмас қиялдардан сақтайды. Ал мынау Дебби. Сол үшін ол бізге қажет. Оның есімі кім? Өй, құрып кеткір Муфаса, енді 1 апта бойы отыра алмай, күлетін түгіде жоқ. Ей, жетер, өй, арыстандарды жек көрем. Түс болса да, тіске басатын ештеңе жоқ. Қане, шығарыңдар, пестің көбігін әкеліңдер. Күтшіка. Ей, айтып тұрмын. Елдің бәрі неге тойламай жатыр? Қыздар қайда? От шашу қайда? Неге үндемейсіңдер? Ақырын, не болған сендерге? Қане, суретке түсіріңдер. Дайнокомен келісім шартқа отыруым керек. Бірге айтайық. Күтшіка. Не болған? Мен жауызмын. Және бұл жақсы. Мен ешқашан жақсы болмаймын, және бұл жаман емес. Маған басқа өмір керек емес. Бұл не деген сұмдық? 16 жыл бойы төк бітірген жоқсыңдар. Өзі тұрмақ, ізінде таба алмадыңдар. Дүниені түгел тінтіп шыққандарың рас бөзі. Қала орман тоғай. Бәрін қарап шықтыңдар ма? Бесік дейді. Естідің бе, қарға? Мұналар 16 жылдан бері бөпені іздеп жүрген. Тоқта! Сол болса керек. Ақ түсті. Жарты метр. Пластик. Тыныш. Тоқта! Екеуіңде қолдарыңды маған көрсетіп тұрыңдар. Қане, берге! Есі дұрыс емес. Есінен адасқан. Тәртіпке бағынбайды, басқаруға көнбейді, өмірге қауіпті. Ол балаларға тап берді. Қолдан келгенше құтқаруға тырыстым. Бірақ Джон Смит өлім құшты. Маған да, бірақ тақсыр ем, бәрібір ол да мен айтқанды айтушы еді ғой. Ол көсемнің де 2 сөзінің бірі өтірік. Соғыс жалғыз шешім. Диего, қараш, тәтті бала.
Шіркін таңғасқа керемет болар еді. Ұмытпа, оның әкесі қатарымызды сиретіп, терімізден киім тіккен сондықтан қанға қан, жанға жан. Бәріне хабар бер, Диего. Таң ата шабуылдаймыз, есінде болсын. Бала маған тірідей керек, жылы күйінде етін жеп, рахаттанып кек алам.